1523-1524 жылдары құрылған Қазақ-Қырғыз одағын нығайтқан Хақназар сол заманның тарихи деректерінде қазақтар мен қырғыздардың патшасы деп аталады. Ол осы одаққа сүйене отырып, Моғолстанның Жетісу мен Ыстықкөл алабын жаулап алу әрекетіне тойтарыс берді. 1552 жылы Орыс мемлекеті Қазан хандығы, ал 1556 жылы Астрахань хандығын бағындырды. Осыған байланысты Еділ мен Жайық арасындағы ұлан-байтақ өңірді мекендеген Ноғай ордасы ыдырай бастады. Хақназар хан тұсында халық өмірінің оңалуы Ноғай ордасына қарасты тайпаларды қызықтырды. Хақназар хан Жайық жағалауындағы көшпелі тайпаларды Қазақ хандығына қосып алып, батысқа қарай ауған ноғайларға қуалай шабуыл жасап, іргені кеңейту әрекетіне көшті. Уәзірлерім, жорықты Батыс Сібірден бастаған дұрыс па, Түркістаннан бастаған дұрыс па? Тақсыр, Батыс Сібірге шабуыл жасайық. Ханем, менің ойымша Түркістанға жорыққа шыққан жөн. Бұл аймақ ежелден орталық болып саналады. Әкеңіз Қасым ханның бастаған сыр бойы қалаларын жаулауды аяқтауымыз қажет. Ұлым, Кеудемде бір күдік бар әке. Бұны қалай шешсем болады? кеудеңдегі күдікті шешетін тек бір амал бар. Бозторғадай кішкентай болғанымен, қырандай биік шар халқың бар. Мен бастаған істі аяқтайтын сенсің балам. Тәуекел ет. Қазақ ханы сарайшықты шапқан Иванның имансыз пиғылын дөп басып, ақылмен аулақ ұстайды. Хақназар қанқұйлы Иванды тежей отыра, өз елінің шекарасын кеңейте түседі. Бұл Хақназар хандық мәртебеге көтерілген соң күшейгені соншалық тек ноғайларды ғана емес, Башқұрт елін, Қазан, Сібір және Астрахан патшалықтарын, Бұхараны, Хиуаны, Ташкенді және басқа көптеген қалаларды өз билігіне қаратты және олардан алым салық жинатты. Петр Иванович Рыжков. Хақназар хан орыс патшасы, Сібір, Моғол билеушілері, Бұхар хандармен сан мәрте соғыста да түптің түбінде өз еліне тыныш өмір тарту еткен. Ол билік құрған кезеңде сауда саттық дамып, қазақтың экономикалық әлеуеті күшейген. Сондықтан тарихта қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман еді деген бір ауыз сөз қалған. Хақназар 1580 жылы көз жұмады. Хақназар ханның тұсындағы қазақ елінің жер көлемі: батыста Жайық, солтүстікте Есіл мен Нұра, шығыста Балқаш пен Шу өзені, оңтүстікте Түркістан аймағы. Хақназар хан тұсында ноғай башқұрттардың біраз бөлігі қазақ хандығына қарады. Қырғыз-қазақ одағы бұрынғы достық қалпын сақтады. Ертіс пен Еділдің, Арқа мен Алатаудың арасын жалғаған ұлан-ғайыр атырап. Батырлар рухы мен көшпенділер өркениетін сақтаған, даналық пен даралықты дәріптеген қасиетті топырақ. Одан бері неше заман өтті, дәуірлер алмасты. Алайда болмысымыз бен құндылықтарымыз өзгермеді. Біз тек жаңа келбетке ендік.
тұтастықты сақтаудың жаңа деңгейін қалыптастырдық. Туған жерге деген сүйіспеншіліктің сабақтастығын жалғадық. Бейбітшілік пен еркіндіктің бағасын сезіндік. Бұл бізге уақыт аманаттаған жауапкершілік. Мен елімді сүйем.